Бүйректі қорғайтын және ағзадағы токсиндерді шығаруға көмектесетін жеңіл ас. Келесі күнделікті жеңіл асыңызды жемес бұрын сізге маңызды бір нәрсе есту керек. Егер дәл қазір ас үйіңізде тұрған кейбір тағамдар бүйректеріңізге байқатпай зиян келтіріп жатса ше? Ал егер солардың бірнешеуін ауыстыру арқылы ағзаңыздағы токсиндерді тиімдірек шығарып, қан сүзу қызметін жақсартып, бүйректеріңізді ұзақ жылдар бойы қорғай алсаңыз ше? Көп адам бүйрек аурулары тек қартайғанда немесе адам қатты ауырғанда пайда болады деп ойлайды. Бірақ бұл мүлде дұрыс емес. Сіздің бүйректеріңіз тәулік бойы секунд сайын жұмыс істейді. Дәл қазір осы видеоны көріп отырған сәтте олар қанды сүзеді, қалдықтарды шығарады, сұйықтық тепе-теңдігін реттейді, минералды басқарады, қан қысымын бақылайды және ағзаңызды тірі ұстап тұр. Ең қорқыныштысы, бүйрек зақымдануы көбінесе үнсіз жүреді. Әдетте ауырмайды, айқын белгілері берілмейді, алғашқы кезеңдерде ештеңе байқалмайды. Сол себепті миллиондаған адам бүйрек қызметін төмендеп жатқанын білмейді. Бірақ жақсы жаңалық бар. Бүйректеріңіз өте төзімді. Олардың қолдаудың ең оңай жолдарының бірі күнделікті жейтін жеңіл астарыңызды өзгерту. Бүгін мен сіздерге бүйрек денсаулықтың табиғи жолмен қалай артық жүктемені азайтатын және ағзаңызға токсиндерді шығаруға көмектесетін ең пайдалы 4 жеңіл асты көрсетемін. Қымбат қоспалар жоқ, қатаң диета жоқ. Тек ғылыми негізделген қарапайым тағамдар. Видеоны соңына дейін көріңіз, өйткені үшінші тағам көпшілікті таңғалдырады және бұл тізімдегі ең қуатты тағамдардың бірі болуы мүмкін. Бастамас бұрын пікірге жаза кетіңіз. Сіз бүйрек денсаулығы туралы қаншалықты жиі ойлайсыз? Көп адам бұл туралы мәселе пайда болғанда ғана ойлайды. Бүгіннен бастап оны өзгертіңіз. Денсаулық зор байлық екенін ұмытпаңыз. 4-ші кезек. Майсыз дайындалған попкорн. Иә, попкорн. Бірақ майлы попкорнды пешке арналған емес. Тұзы көп кинотеатрлардағы попкорн емес. Біз кәдімгі майсыз ауада дайындалған попкорн туралы айтып отырмыз. Бұл қарапайым жеңіл ас бүйрек үшін өте пайдалы болуы мүмкін. Неге? Бүйрек 3 нәрсеге өте сезімтал. Жоғары қан қысымы, қандағы қанттың күрт көтерілуі, артық тұз. Попкорн осы үшеуіне де көмектеседі. Біріншіден, бұл тұтас дән. Тұтас дәндер баяу қорытылады, сондықтан қандағы қант күрт көтерілмейді. Тұрақты қант деңгейі өте маңызды, өйткені қанттың жиі көтерілуі бүйректі ұсақ үзгі тамырларынан зақымдайды. Екіншіден, майсыз попкорнда натрий өте аз, ал артық тұз бүйрекке қосымша жүктеме береді. Үшіншіден, бұл толықтай өсімдік негізіндегі тағам. Бұл бүйрекке жеңіл. Дұрыс пайдалану жолы. Қарапайым күйде дайындаңыз. Дәм үшін қосуға болады розмарин, орегано, паприка, тұзсыз сарымсақ ұнтағы. Қоспау керек мүлде сарымай, ірімшік ұнтағы, тұзды дәмдеуіштер. Аптасына 2-3 рет бір кішкентай ыдыс арқылы жеп отырсаңыз жеткілікті. 3-ші кезеңде жаңа көкөністер мен хумус. Көп адам бұл тағамды бүйрекпен байланыстырмайды. Бұл қателік. Хумус негізінен ноқаттан жасалады, ал ноқат бүйрекке ең пайдалы өсімдік ақуызының бірі. Неге? Әр ақуызды жеген сайын бүйрек оның қалдықтарын түзеді. Жануар ақуызы бүйрекке көбірек жүктеме береді. Өсімдік ақуызы әлде қайда жеңіл. Ноқат құрамында талшық, магний, фолат, антиоксиданттар бар. Бұл заттар қан айналымын жақсартып, қабынуды азайтады. Ал қабыну бүйрек әлсіреуінің негізгі себептерінің бірі. Дұрыс пайдалану, тұзы аз хумус дайындаңыз. Оны мыналармен бірге жеңіз. Қиярмен, балдыр көкпен, сәбіз, балғар бұрышымен. Тұзды чипсылармен бірге жемеңіз. Аптасына бірнеше рет 2-3 ас қасық жесеңіз жеткілікті. Екінші, үйде дайындалған сұлы печеньесі. Я, печенье. Бүйрекке пайдалы болуы мүмкін, егер дұрыс жасалса. Көп дүкен печеньелері зиянды. Тазартылған қант, жасанды қоспалар, өңделген майлар, артық тұз. Ал үйдегі сұлы печеньесі мүлде басқа. Сұлыда бета-глюкан бар. Бұл талшық қандағы қантты тұрақтандырады, холестеринді азайтады. Бұл бүйрек үшін өте маңызды. Пайдалы рецепт қолданыңыз. Сұлы, езілген банан, даршын, тұзсыз жаңғақ. Қосымша көкжиек ұнтақталған зығыр дән. Мүлдем қоспау керек аққант, сарымай, шоколад, тұз. Кешкі уақытта 2-3 дана жесеңіз жеткілікті. Бірінші кезеңде қарапайым күріш наншалары. Өте қарапайым көрінуі мүмкін, бірақ ең пайдалы тағамдар кейде осында болады. Күріш наншалары, яғни күріштен жасалған нан, натрийі аз, фосфоры аз, калий аз, жеңіл қорытылады. Бұл бүйрекке демалыс береді. Бүйректегінің күнделікті жүктемесі бар. Әр тұзды өңдеген тағам сол жүктемені арттырады. Ал күріш нандары оны азайтады.
Дұрыс пайдалану үстіне жағыңыз тұзсыз хумус, қияр, тұзсыз бадам майы, ас мөлшерде авокадо. Мүлдем қоспау керек тұзды пасталар, өңделген ірімшік немесе шұжық. Бұл тағамдар неге көмектеседі? Бүйрек денсаулығы бір үлкен қателік емес, күнделікті ұсақ әдеттерден бұзылады. Тым көп тұз, өңделген тағам, аз су, аз талшық, кішкентай өзгерістер үлкен нәтиже береді. Сіз мыналарды байқай аласыз. Көбірек энергия, ісінудің азаюы, жақсы гидратация, қан қысымының тұрақталуы. Апталық қарапайым жоспар жасап берейін. Дүйсенбі күні попкорн, сейсенбі күні хумус пен қияр, сәрсенбі сұлы печеньесі, бейсенбі күріш наншалары, жұма қалағанын қайталап жеу. Демалыс күндері араластырып жеп отыру. Ең бастысы тұрақтылық. Тұрақты осы апта берілген жоспарды қайталап отырсаңыз, нәтижені бірден көресіз. Қорытынды. Сіздің бүйректеріңіз ешқашан демалмайды. Ол тәулік бойы сіз үшін жұмыс істейді. Ең болмағанда біз оларға көмектесетін тағам беруіміз қажет. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, пікірге жазыңыз. Бүйрегімді қорғаймын. Және қай тағамды бірінші болып жеп немесе істеп көретініңізді айтыңыз. Лайк басып, арнаға тіркеліп, бұл видеоны жақындарыңызбен бөлісіңіз. Өйткені денсаулықты қорғау кейде жай ғана табақтан тағамды өзгертуден басталады. Көргеніңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше. Денсаулық зор байлық екенін ұмытпаңыз.